Біраз жастағы әйел мектепте оқитын балаға көңіл кетіп, онымен жақсы күндерді бірге өткізеді. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Кино Тайм каналы. Бүгін біз Класс деген фильмді талдайтын боламыз. Басты рөлде жоғары сыныпта оқитын Джонатан деген бала Гарвардқа түсу үшін уақытша бір академияға оқуға келеді. Оның жыбырлап қалған бір жерінде құрты бар Скип деген көршісі Джонатанды ең бірінші оқу күнінде қыздардың ішкі киімін алдап сұлтап кигізіп, далаға шығарып, оны ел жұрттың көзіне әбден мазақ қылады. Сөйтіп Джонатан қабырғаға өрмелеп, терезе арқылы бөлмесіне жынданып кірсе, Скип оған ашуланбауын сұрап, бұл ең бірінші күнде өтетін тексеріс деп, екеуі дос болып қалады. Бірақ кешегі күннен кейін Джонатан ел жұрттың көзіне әбден масқара болып, оны даже асхананың ішіндегі барлық жігіттер мазақ қылады. Сөйтіп көзіне жас алған жігіт жүгіріп қашып кетеді. Өз күнәсін түсінген Скип деген досы артынан барса,